сынып жетекшілік қызметім бірнеше тарауды қамтитын, әлі де болса аяқталмаған кітап секілді. Бала тағдыры мен үшін жауапты іс. Сол жауапкершілікті міндетім деп танып, толассыз қызмет атқарудамын. Бірнеше бағытты қамтитын тәрбие жұмысымның бір тармағын сіздерге ұсынбақшымын. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, оқушыларымен ұйымдастыратын шараларды немесе әрбір сәтімді қызықты етіп, олардың есінде қалатындай өткізуге тырысамын. Өйткені әрбір бала ол жеке тұлға. Олар отбасынан кейінгі тәрбиені мектептен алады. Адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өмірдегі ең ұмытылмас сәттер мектепте өткізген уақыт болып табылатыны сөзсіз. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме, ал мұғалім, оның ішінде сынып жетекші, осы қоғамдық орында бала мен ата-анамен байланыста жұмыс жасайтын басты тұлға екені баршаңызға аян. Әлемде болып жатырған пандемияға байланысты қашықтықтан оқыту жаңашылдықты енгізуді талап етіп отыр. Ендеше халқымыздың ең қымбат асыл қазынасы болашақ ұрпағымызды азаматтық қадір-қасиеттің маңызын түсінетін, жаны да, дәні де таза білімді жеке тұлға етіп тәрбиелеу басты міндетім. Қазақстан мейірімділік мекені жобасы аясында жүргізілген жақсылық жаса тақырыбындағы өз жобамды ұсынбақшымын. Жобамның мақсаты әлеуметтік маңызды істі ұйымдастыру арқылы мейірімділік, қайырымдылық, қамқорлық сияқты құндылықтарды қалыптастыру және сіңіру. Жобаның жетекші идеясы: мен әлемге игі істер саны көбірек болу үшін қажеттінің бәрін жасауым керек. Жобамның өзектілігі: мейірімділік барлық адамдарға қажет, игі істер көбірек болсын, мейірімділік адам көркі. Күтілетін нәтиже әлеуметтік және қоғамдық белсенділіктің өсуі, қарым-қатынасқа деген құштарлықтың артуы болып табылады. 10 сынып оқушылары жақсылық жаса жобасы аясында біршама игі істер шаралар атқарды. Бір алма сыйла акциясы. Бұл акцияның мақсаты балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан бүлдіршіндерге қуаныш сыйлау. Еріктілердің әкелген бір алманы жинап балалар үйіне апарды. Талант пен дағды шарасы. Шараның мақсаты Абай өлеңдері мен қара сөздерін жаттау арқылы мейірімділікке, адамгершілікке шақыру. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қолық сақтап. Өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап. Мейірімділік жол акциясы. Бұл акцияның мақсаты мейірімділік, сүйіспеншілік, жанашырлық туралы түсініктерді қалыптастыру. Оқушы анасымен бірге көпбалалы отбасы балаларына тегін таратуды мақсат етіп, бетперде тікті. Туған жердің тазалығы мен табиғаты акциясында қар қалың жауған күндері мұқтаж жандардың ауласының қарын күреуде назардан тыс қалмаған. Республикалық бір отбасы бір кітап жобасы аясында өткен кітап асыл қазына шарасында оқушылардың кітап оқуға деген оң көзқарасын қалыптастыруға жанама әсер етті. Біздің мақсатымыз кітап құндылықтарын насихаттау. Бұл бағыт кез келген адам сүйікті оқыған кітабын мектепке әкеліп, оны кітапхана сөрелеріне қоя алды. Оқушылар қызығушылықтарын тудыра отырып қатысуға ниет білдірді. Осылайша жаңа оқырмандар табылды. Ашық жүрек жобасы мен елбасы медаль жобасына қатысып, қола медалін иеленген оқушыларым еліміздің тірегі, білімді жастар ұстанымын берік ұстап келеді. Оқушы жүрегіне жылылықты, қайырымдылықты ұялатып, пейіліне кеңпейілділікті сіңіруде сынып жетекші ретінде өз үлесімді қосу үшін бірнеше жыл қатарынан іс-шаралар легін топтастырып отырдым. Әр шәкіртімнің қоғамға белсенді мүше, бейімді тұлға болып қалыптасу жолында еңбектеніп келемін. Бүгінгі шәкірт тұлғасына қарай отырып, іс-әрекетімнің оң нәтижелі жетістігін көріп, мерейім өсіп, шабыттанамын.